Сәлем достар. Бүгін біз медресеге айналып қайтуға баратын боламыз. Медресені полный сыртын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Міне медресеге кеп қалдық. Атмосферасы керемет. Біздің Сарыағашта номер 1 медресеміз. Күшті жарықтары да ыза болып жүр. Мына жерде кішігірім зоопарк бар екен. Мына жерде түйеқұс. Ясина өт бері. Ясина, кел өт. Білмейді екен. Түйеқұс қараш. Осындай бола ма? Күретінбеді не істейтін еді? Жүгіріп қолай түсендерді. Жүріңдер. Басы бірден келеді дарын. Қаздар. Басы сүйіп кетеді одан. Нелері қаздар. Вай, мынандай ешкілер бар екен. Қошақандар бар екен. Мына жақ өзінің несі кафесі. Адамдар Құран оқығанға кішігірім той істегенге болады. Мұсылманский. Ешқандай арақ шарапсыз кішігірім құдайларды жасағанға болады. Яси, сен қайда бара жатсың? Ау? Бөдене. Мына жерде бөденелер бар екен. Кішігірім енді. Қоян бар екен. Ясина, қара қоян. Қоян бар екен, қара. Қоян экранда дұрыс көрсетілмей жатыр, қараңғы. Мына жақта күрке бар екен. Күркелер. Мына жақта бөдене бұл да. Не бұл? Күркенің балдары ма? Күркенің балдары. Балалаған күркелерді осылай қоқпа тоқсайды. Үкі бар екен мына жерде. Каптарлар, я. Кепкер. Мынаяқта ешкім жоқ. Қақа кетті ол? Құстар бар екен. Төбеде қонақта қапты уже. Кешкі болғаннан кейін бәрі қонақта қалыпты. Мына жақта біздікілер. Әнім, келінім, әпшем. Қыздармен келе жатыр. Не ол? Не екен? Құс бекен? Құстар уже қонақтап қалғанда көрілмейді. Тасбақа бар ма екен? Төбеде тасбақа тұр екен. Тасбақа. Мына жақта не бар екен? Бар шығар, қонақтап қалған шығар уже. Мына жерде бүркіт бар екен. Пони екен. Ясина, қарашы, пони бар екен. Ой. Мына еліктер бар екен мына жақта. Ясина, еліккен елік. Ой, күшті ма? Қараш, ұстасай, бетін ұстасай санду. Қараш, бірдеңе берсей деп атыр қошаған. Ау, бұғы бар екен мына жақта, қараңдаршы. Бұғы бар екен. Ұстайсың ба, Ясина? Ұстайсың ба? Ұстайсың ба? Қарасай. Мүйізі әлі шықпаған не ғой? Қарасай. Күшті ма? Анау сүйкімді я, елік бәрі. Біздің қыздар. Сәлимдар, қорқасың ба не? Қорқпай ұстасай. Мүйізін қараш. Ясина, мүйізіне отырып алып, ұшып кетесің ба? Бақыр өтін. Мына жақта есек бар екен. Сонымен кішігірім сапарық аяқталды. Енді мешіт жаққа баратын боламыз. Мінекей. Біз медресеге жеттік. Мына көпірден ішке қарап кіреміз. Мына жақ өзі бір ерекше ғой. Пальмалары бар, фонтан. Адамдар көп, келушілер де көп. Мына үлкен мешіт. Ішіне кіріп, намаз оқып шықса болады. Фонтаны бар. Ортасында отырып демалса болады. Мына жақта асханасы бар. Мына жақта қазір жақындап баратын боламыз. Кішігірім асхана бар. Балдар тамақ ішкенге. Мындай. Күшті, көңіл күй сыйлайды адамға. Дәл. Қарасай, күштісің, я? Күшті ма? Анашым, көмі тоқтайын, Болмайсың.
Ясен? Таза мынада отырып қараса болады. Ясен отыр, бәрінің алдына отыр. Жоқ, Ясен мына жаққа отырады екен. Біздікілер қарап отырамыз дейді. Раяна, медресе қалай екен? Күшті ма? Қызықты болады ма, Есарина? Сабина, қызық болады ма? Міне адамдар өте көп. Бұл жерде балықтар бар, қазір балықтар көретін боламыз. Міне балықтар. Көрдің бе? Майда балықтар. Катамара бар. Бір айналып келгеніне 1,5 теңге. Попкорнлар, мороженое барлығы бар. Олай кассаға төлеп кіре бересің. Жерде сарқырамасы бар. Өзінше ерекше бұл да. Астына барсаң, светлой жанады. Астынан подсветкасы бар. Суретке түсіп алуға күшті. Таза ауада демалып қайтқанға керемет жер. Ана жақта аққулар. Әдемі аққулар. Олар аралап. Бізбен бетік бала-шаға өздері жаяу жүреміз. Аралайық, балық көрек деген соң. Мұндағы мінгізбедік. Сол өздері тоқтап, балықты көріп, аққуды көріп, жайлатып жүрміз. Медресеге кіре бер жерде мынандай спорт кешені бар. Балдар спорттан шұғылданады. Мына жақта нелер бар, медресе ұлдардікі, қыздардікі. Сосын мына жерде қарақ деген не бар, қонақ үй бар. Табиғаты тап-таза керемет жер. Ұлдардың, қыздардың медреселері бар. Мына мешіттің ішіне кірдік. Мына жақта еркектер жамағат болып оқитын несі залы. Жоғарыда әйелдердікі. Үлкен, кең. Әйелдер намазханасы мына жақта. Барлық әйелдер осы жерге кіріп намаздарын оқитын болады. Менің мешіттің іші таза, есі да керемет. 2 ракағат намазымызды оқып шығамыз. Имамдар отырады. Дем салдырамын десеңіздер, дем салдыруға болады. Өздеріңіз нәзірін беріп, дем салдырып кетесіздер имамдарға. Мінекей, мешіттен шықтық. Енді бір тамақтануға барамыз. Балалардың қарны ашты. Кешкі құптанның уақытысы болды. Құптан намазын оқып алдық. Енді тамақтануға барып, үйге қайтатын боламыз. Енді барымыз шашлык жеп отырмыз. Заказдарымыз енді келеді. Қазірше осы жеп отырмыз. Балдар қарындар тойып ойнайын деді. Тиінбеген кафеге келдік. Шашликтер өте дәмді. Шашлигін жейміз постоянно. Сочный. Әрі қолжетімді бағада. Осымен біздің видео аяқталды. Осы видеоға лайк басып, комментария жазып, біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!